тудың желбірегені жаныма қуат береді. Таласқа түссе жан мен ту, жан емес маған керегі, көк тудың желбірегені. Бүгін Қазақтаймыстың халық төрінде мемлекет және қоғам қайраткері Балташ Тұрсынбаев, Ақиқат партиясының төрағасы Ермұрат Бапи, қоғам қайраткері, саясаткер Рысбек Сәрсенбаев. Қош келдіңіздер. Әуелі сұрақты, қоғамда қазір оппозиция туралы сөз тарап жатыр, екіге бөліп жатыр. Жаңа оппозиция, көне оппозиция, ескі оппозиция өлді деп жатыр біреулер. Мен ойлаймын, қазір Тоқаев әлдебір қимылдар, әрекеттер жасауды бастады ғой. Ол енді шала-жансар бір дүниені тудырып жатыр әліше. Егер де ол легитимный жаңа президент болғаннан кейін қоғамдағы трансформацияны шынында да шынайы көңілмен бастайтын болса, оның қолында бәрі билік тұр қазір. Парламентке оппозициялық тұлғаларды, оппозициялық партияларды кіргізу, қоғамның жаңағы ең күйіп тұрған саяси экономикалық мәселелерін қоғаммен бірге талқылау, соның ішінде оппозициямен бірге талқылау, соның бәріне егер де Тоқаев мырза дес беретін болатын болса, онда системалық оппозиция қалыптасады деген сөз. Ал әйтпесе, жаңағы бірінші алғашқы сұрақтың соңында айта кетейік, оппозицияның жоқ деумен сол Айдос Сарым болса, кім айтса да, биліктің адамы айтса да, ол оппозицияның ішіндегі радикалдық оппозиция жаңағы ДВК-ға жол ашып береді. Қоғамның ішіндегі оппозицияны олар жоқ деп жарайды, бар болса жоқ деп қойсын, бірақ сыртқы оппозиция, сыртта жүрген өкілдері оларға жол ашып береді. Онда егер де елде жүрген оппозициямен мәмілеге келмейтін болса, онда, пожалуйста, әмілетіп көрсемен мәмілеге келсін, ол келермейді. Ана Ермек Нарымбаев ол да далақтап әйтеуір Қосановты жақтап, соңында өзі де Қосановпен бірге ұятты болса да, енді Қосановты кінәлап нетіп жатыр. Қалай десе де, ол да бәрібір сол оппозицияға қызмет етіп жүрген, оппозициялық мақсатта жүрген адамдар. Осы елді өзгеріс жасайық, саяси өзгеріс жасайық, билікті ауыстырайық, жаңа жүйені қалыптастырайық деп отыр. Жаңа сұрағыңызға айтылатын жауап мынау жүйелі оппозиция бола ма деген. Әрине болады. Осы қазір жүйесіздікте жүрген адамдар жұмыла бір бағытта жұмыс істесек, қазір халықта өзі көп жағдайдың ненің қалай екенін түсінді, ажыратып берді қазір мына сайлаудан кейін әсіресе. Ұмтылыс күшті халықтың арасындағы. Халық оянды, осы бұрынғы оппозициядағылар талай түртпектеп, талай нәрсе етіп, мына Ерекен газетінде жазылған мақалаларды қорқып соның астына тығып отырып оқитын адамдар болған. Қазір сол адамдар әуелі газетті алға ұстап алған емес, газеттегіден қатты ашты сөздерді айтатын болып жүр. Бұл өзгеріс. Оппозицияның қайраткерлері, тұлғалары, олардың қызметі санаға ықпал ету, әсер ету, қоғамдық сананы өзгерту, күрескерлікке тәрбиелеу, бейжайлықтан арылту, жемқорлыққа болсын, биліктегі әділетсіздікке, ұлттық мемлекеттік мүддені сатып жүрген сатқындарға болсын, соларға қарсы соққы беріп отыру. Бұл күрес тоқтаған жоқ. Сондықтан оны қалай өлді деп, оны енді тақыры көмуі қалды деп күрегін алып, көр қазуға жүгіріп бара жатады. Асығып отыр, ондайларға айтамыз, айналайындар, асықпаңдар біреуге көр қазуға. Керек болса өздеріңе қазып алдын ала сайлап қойыңдар. Өйткені сендердің күндерің жақын, соған түсіп жата қалуға. Өйткені халық қабылдап отырған жоқ. Бұл жерде авантюра жасауға болмайды, алдауға болмайды. Билікке қызмет етемін деп бүткіл халықты нетуге болмайды. Енді осы жерде айтуға тура келеді, мынау сайлау, кім Қосанов биліктің жобасы, немесе биліктің жобасы емес дейтінге байланысты. Қайдан шықты осы? Неге Қосанов сайлауға қатысты? Неге Қосановты оппозициядағылар қолдамады? Бірде-бір оппозиция қолдаған жоқ. Ескі оппозиция дейтін болса ең алғашқы шықтың Қажыгелдин, Әкежан. Ол кісінің ешкім оппозиционер емес деп айта алмайды. Әлі дейін ол кісі өзінің оппозиционерсіне және осы уақытта жұмыс істеп жүр. Шетелде жатса да солай ғой. Сол кісі қолдады ма? Қолдаған жоқ Қосановты.
колдоса алдыменен сол жаққа үндер едім, осыған дауыс беріңдер, осы уақытта жұмыс істейік, оппозициядан бір адам шығарайық деп. Ол топтармен біз Ақиқат партиясы қазір жақын жұмыс істеуге біз әрекеттер жасап жатырмыз. Әрине бізді мына осы сайлаудың кезінде мына Қосанов мырза былғап кетті. Бізді жаңағы оппозиция жоқ, оппозиция өлді деген сөздің бәрі содан туып жатыр. Өйткені біз оны қалай болғанда да, мысалы үшін жаңа Қазақстанның өкілі дейді, мысалы үшін біз ОСДП-ден шыққан дейді, Ермұраттың қасында жүрген дейді, оппозициядағы жігіттердің қасында жүрген, олар да сол бірге сатқан дейді. Сондықтан біз определенный мере біз болғандық, оны мойындау керек. Сондықтан біз енді жаңа трендтерге, жаңа пайда болып жатқан күштерге солар арқылы өзімізді, соларға көмек беру, солар арқылы қайтадан жұмысымыздың формациясын жаңарту бағыты бойынша біз өзіміз тазалануымыз керек. Сондықтан осы жастармен бірге, жастарды қолдау арқылы, жастармен бірге жұмыс істеу арқылы біз оппозициялық қозғалысқа жаңа бір инерция беруіміз керек. Бұған қосатыным бар. Жаңа айтып кеттім, Қосановтың әрекетіне байланысты біз бұлғандық деп. Жоқ, біз бұлғанғанымыз жоқ. Біз бұлғанғанымыз. Мен бұлғандым, мен. Енді сен бұлғансың. Сен Қасымда тұрған біздерге біз бұлғанғанымыз жоқ, Ереке. Сондықтан сенің енді жайда сүңгір қайықта службаны жүргізген жоқсың ғой, онда енді қазақты алды деген сені ғана естідім, сүңгір қайыққа. Сондықтан сен шындықтың жолында жүрген адамсың, сен мойындап отырсың. Неге десең, сенде болды ондай. Ал енді, мінекей, Рекең отыр, мен отырмын, біз басынан бастап айттық. Байкот деп. Неге байкот дедік? Неге қатыспаңдар сайлауға дедік? Біз мүлде қатыспа деп отырамыз жоқ. Сайлауды Төңкерістандардағы үйлерінде отыр деп. Біз айттық, дұрыс заң қабылдасын билік. Дұрыс жолға түссін. Халықтың құқын жемесін, ұрламасын, жоймасын дедік. Ең әуелі сондай заң қабылдағаннан кейін барып, сайлауды жарияласын, содан кейін біз де қатысамыз. Халыққа үгіт насихат жүргіземіз, қатысамыз дер едік. Бұл жайдан жай алдыдағы тарс еткізді. Жаңа бір сөзімді айтып қалдың, Тоқаев мырза деп. Иә, Тоқаев мырза, мен президентпін деп отыр. Ал енді Тоқаев мырза президент болатын болса, жаңағы біз айтқан жұмыстан бастасын, заңдардан бастасын. Неге десең, мінекей, шеруге шықты, 9-ында, 10-да, 12-сінде, екеуінде мен қатыстым. Жарайды, менің қолымнан жетектеп алып кетті. Бір енді бала шағаны китіл беріп, соларға шығарып қойған, олардың енді түсінігі биліктің айтты, соны істеу керек. Бола қойсын. Бірақ егер заңды өзгертпесе, ешқандай даму болмайды. Демократия кіріп дамымаса, экономика дамымайды. Халық сен дейді, соны білу керек, соны түсіну керек. Тоқаев мырзаға, басқа мырзаларға, ал енді қара, қолдан жасаған парламент екен, кім айтылады, маған ол қолдан жасаған жоқ, халық сайлады деп. Бір депутат шықты ма? 100-ден артық депутат отыр ананың ішінде. Шеруге шығып, 1000 адамды абақтыға қамап жатыр. Желкелерінен сүйреп жатыр, аяқтарынан сүйреп жатыр, тұйшықтырып жатыр, қылқындырып жатыр. Соның бәрі мына соцсетте бар. Соны көрмей отыр ма депутаттар? Неге шықпады? Неге шындықты айтпады? Неге болыспады? Біз кепілдік береміз. Оларға тиіспеңдер. Үйлерінен кешке таман қайтады. Бәрібір түнімен қалмайды ол площадьта. Сонда бір депутат айтты ма? А ол нені көрсетеді? Оларды халық сайлаған жоқ. Олар халықтың жағында емес. Ал енді қайтадан сайлау жариялап, қазір тағы да тіркелген партиялар өтетін болса, ол дағы биліктің тізімімен өтеді. Ештеңе жасай алмайды. Сондықтан системный оппозиция жоқ дегенім, системный оппозиция болмау үшін билік басынан бастап күресті. Ең әуелі халық алданып қалды. Егемендік алдық. Бізге жайдан жай аспаннан егемендік топ ете түсті. Сол кезде халық ойлады, жарайды, бұл билікті қолдайық, заңдарын шығарсын, жасасын, егемендігін іздеп айтты. Ал енді 30 жылда егемендік неге алып келді? Қайда алып келді? Қайда тіреді?
соны қазір сараптап жатыр. Халық біледі, халық дана ол. Егер халықпен санаспайтын болса, онда бұл биліктің ешқандай... Енді осы жерде тағы қайталап кетейін. Қоғамдық сенім кеңесінің рөлі қандай? Қоғамдық кеңес дегенде ол енді жаңа жерленіп жатқан әлі форматы да белгісіз, оның күн тәртібі де белгісіз дүние. Қазір біртіндеп жеке азаматтарды шақырып, сол қоғамдық кеңеске, ұлттық қоғамдық кеңес өзі атауда қызық өзінің, соған шақырып, соған келуге... Қоғамдық сенім кеңесі. Соған тартып жатыр. Бұл енді жаңағы мынау сайлаудан кейінгі протесттік халықтың ой ниетін кішкене төмен басу, мына буды, халықтың буын басу мақсатында мынау қоғам мен биліктің арасында бір мәміле істеу сияқты дүние. Бұл енді түптеп көргенде алдарқатудың амалы ғой. Бізде менің өз пікірімше, бізде кеңестің бәрі, мәміленің бәрі парламентте жасау керек. Ол парламент адал, шынайы, таза халықтың ерік-жігерімен құрылған парламент. Пожалуйста, сол жерде бәрін істеуге болады. Халықпен деген есі бұл депутаттардың бәрі халықтан сайланады ол кезде, таза сайлау болса. Сол жерде бәрі мәселені шешуге болады. Ал мынау жаңа буферлік бір билікпен халықтың арасында алдамшы бір құрылымды құрып қойып, міне енді бір қадырын талқылаймыз, ана сайлау туралы заңды, митинг туралы заңды талқылаймыз деген сияқты алдарқатып. Мен өзім ойым, мен партияның атынан сөйлеуге қазір дәл құқым жоқ, оған барамыз ба бармаймыз деген нәрселеріміз партияның саяси кеңесінде талқылаймыз. Мен өзім, жеке өзім, бұрынғыдай Ермұрат Бапиев болып жүре берсе, мен әрине оған бар мәселе. Мен ең бірінші тұрғыда мәселе қоядым. Егер қоғамдық жаңа сенім кеңесі елде конституциялық реформа бастауды жасамайтын болса, ал ұсақ-түйек заңдармен алдарқатуға мен бармайтын едім. Ал енді қазір сол мәселенің бару мәселесін партияға шешеміз, талқылаймыз. Партия қандай шешім шығарып, қоғам байланысты көреміз. Бәлкім мен өзім бармасын, өкілімді жіберермін. Тіпті біз сондай шешімді жіберсек, билік онда бізге қажет емес дейтін шығар ақиқат партиясы. Біз оларға жалғыз емеспіз. Біз қазір өзіміздің жұмысымызды жаңа жолға қойып, партияны ояту емес, партиямен бірге мына қоғамды партияға тарту арқылы алдағы парламенттік сайлауға қоғамдық әлеуетті алып шықсақ деген ойымыз бар. Оның арты ертеңгі күні біз 100 кандидат шығаратын болсақ, оның артында қанша халық болады, оның бәрі егер де дәл сол партияны өткізбей қоятын болса, ол әрине майданмен шешіледі. Оны алдынан ескертіп қою. Ол алаңмен шешіледі. Бұл жерде бір қосаным үшін анандай қатысып қала жатады ма? Әне 100 қосаным шығар мына жерде. Бірақ ол қосаным сияқты бәрі сатып кететін емес. Жаңағы мен ойлаймын, артында елі бар, халқы бар, 100 кандидат шығатын болса, бұл үлкен күш тұр, үлкен майдан бар. Сондықтан бұл жерде дәл мәмілеге келетін мәселе осы жер. Егер мәмілеге келетін болса, мәмілеге келетін болса, біз бәріне дайынбыз. Бұл жерде мынаны айту керек. Бір ағайындар ашуға мініп қабағын шытып қатуланып келсе, ашуын басу үшін ой төрге бәлешеке деп құрмет көрсете салады ғой. Сол сияқты жаңағы ашуын уақытығын бассын, былай өзімізбен тең санайық, сөйлесейік, ақылдасайық, тыңдайық деген. Бұл уақытша нәрсе, бұл Назарбаевтық билік жүйесі бұны 2 рет қолданған, дәл осы тәсілде. Мына 3-ші рет. Сондықтан бұған бәледей бір үміт күтіп, осы халықтың қоғамның пікірін тыңдап, соны іске асыра салады екен демеу керек. Ол кімдер өздері таңдайды. Мына адам біздің қолайға келеді, осы көптің ішінде жүр. Апайсал көзқараста, не болмаса қоғамдық белсенді. Бұл біздің айтқанымызбен жүреді, артыққа кетіп болмайды, осы кірсін. Жоқ, мынау болмайды, мынау қасарысып тұрып алады. Бұл жаңағы мәселені өткір қояды. Сондай болды. Ондайлар жолатпайды. Можем томпайларды жинады. Жер комитетінде, жер жөнінде комиссия болды. Қандай адамдар барды? Не тындырды? Аяғы не болды? Қарайсыз? Ең басты мәселе шешілген жоқ. Бұл жерде де сөйтеді. Ең басты мәселе шешілмейтін, мәселені шешкен сияқты болып көрінетін, имитация жасайтын нәрсе. Сондай адамдарды іріктейді, сондай адамдарды комиссияға қосады. Бұл
басы ашық нәрсе. Өткен өздерінің басына ауыртқысы келмейді. Сол жерде турасын айтатын, табандап тұрып алатын, табанның бүрі бар, принципті адамдар ол жерде қолайсыз. Ал енді барған адамдардың өзі қандай талап қояды? Кімнің атынан қояды? Жарайды, бірлестіктің атынан болсын, партияның атынан басқадан болсын. Кім соны қолдап отыр? Артында бар ма қолдайтын? Біз халық құрылтайы жиынын өткіздік Астана қаласында. Облыстың жан-жағына келді. Әкеңкеміз оны күткен жоқ, сонша адам жиналады деп 500. 100-200 адам жиналған шығар деп едік, 500-ден астам адам жиналды. Өйткені халық өзінің сөзін айтқысы келіп тұр, талабын қойғысы келіп отыр. Міне сондай бір шын мәнінде халықтың қолдауына ие, артында қолдаушысы бар тұлға, азамат, немесе ұйымның өкілі болса, ол сөзін өткізе алуы мүмкін. Бірақ жалпы мәселе шешілер кезде, жеме-жемге келгенде, ол демократиялық принципке салады, дауысқа салады. Көпшілік жеңеді. Көпшілік әрине билік жағы болады. Сонда ол ұтылатын кім? Бұл алдамшы нәрсе. Мұндайға алданудың керегі жоқ. Одан гөрі билік халықты өзімен тең санасын. Сөзге тыңдай білсін. Ол үшін митингге рұқсат етсін. Қойылатын талаптар жаңа биліктің алдына. Айтылатын, көтерілетін мәселелер сол митингіде көтерілсін, айтылсын. Тыңдасын. Содан кейін сол талап қаншалықты орындалуға болады, немесе болмайды. Шешсін. Міне тек қана солай және сөйлесу керек, тең дәрежеде. Қазір халық өзінің күшіне түсінді. Күннен күнге бұл халқын үдеп бара жатыр. Өзімен санастыруға бәрі мәжбүрлейді. Бұл жаңағыдай алаңда сөйлескеннен гөрі бұқпантайлап Ақорданың жабық бөлмесінде сөйлескенді дұрыс көріп отыр. Халықтың арасына барғысы келмейді. Біз керісінше шақыруымыз керек. Билік, кеңесті мына жақты өткізейік, мына алаңды өткізейік. Сен қорықпа ештеңеден, тартынба. Бізбен сөйлес. Біз қазір мысалы билікке осындай талап қойғымыз келеді. Сен өзің Ақордаға шақырғанша халықтың ортасына кел, ол үшін митинг өткізуге мүмкіндік бер. Тек қана бір орынды ғана қойма, алаңды бер. Халық ештеңені бүлдірмейді, қиратпайды. Халық бүлдіреді, қиратады деген өтірік әңгіме. Мына 300 полиция таяқ жеді деген министр сол сөзден кейін айтқаннан кейін өтірігі көрініп тұрғаннан кейін отставкаға кетуі керек. 300 полицей дейді. Қай жері солардың жарақаттаныпты? Не алыпты? Ондай оқиға болған жоқ қой. Жоқ, біз енді анау сол абақтысында болдық. Мен 2 рет болдым. Бір полицейдің түрме түймесі үзілген жоқ. Бір халық оны былай бүйтіп көйлегінен ұстаған жоқ. Аңдарға сол инструкция жасап қойған, қолдан қайырыңдар, қатты ұстаңдар. Бір бой мынандай, сүмілік, қара киім бар. Мен мына белбеуімнен ұстап тартып жатыр. Сен сүмілік немес ол, мен саған қарсылық білдіріп жатқан жоқ қой. Мен сен сүмілік айтып тұрмын ғой. Мен өзім барам. Өзім мінейін мына арбама деп айтып тұрмын. Жоқ, анау сүмілік менің белімнен тартып жатыр. Белбеуімнен ұстап былай тартып жатыр. Ауыздан періп кеткен. Ауыздан періп онда нем бар? Ондай сүмілікті. Оны әке-шешесі аузынан персін. Әке-шешесі оны солай тәрбиеледі. Сондықтан мына Әрекенің айтып отқан дұрыс. Біз қазір 2-ші құрылтайға дайындалып жатырмыз. Сол 2-ші құрылтайға өтті болуы мүмкін. Өткіземіз, айтамыз, жариялаймыз. Жаңа айтты ғой, біз 200 адам жоспарлап едік, 500-і келді. Оған келген шын көңіліменен белсенділер. Халқымыз дұрыс жолға түссін. Еліміз дұрыс әлеуметтік жобаны қолдансын деп тұр. Америка қазір көріп отыр ғой. Мынандай қиыншылық жағдай болған кезде комиссия деп шыға келді. Парламенті қайда? Бұнда біздің мемлекетте 30 жылда мемлекеттік институттар қалыптасқан жоқ. Парламент деген институт жоқ. Сондықтан мінекей қазір біз ұлттық комиссия бастарымды қосып тағы да алдап тастайық. Ана жолы бір алдап еді, атта жаман шыққан өздің. Олар білмейді қалды. НКВД деп. Ал енді мынау не? КГБ деп қойсын бұны. Сөйлесем ертең жағасынан сүйреп халықты абақтыға қамайтын комиссия десін. Сондықтан енді бұл ұят қой. Парламент
парламентке сенім жоқ, басқа институттарға сенім жоқ. Ал енді жаңадан қазір ұйым құрамыз, сол қазір халықты басынан сипап, үйлерінен таратып, ұйықтатады деген. Жақсы, соңғы сұрақ сіздерге. Бұл атауы былай болып тұр. Сенім дейді. Кім кімге сену керек? Халық билікке сену керек па, жоқ, билік халыққа сену керек па? Осы жағын басын ашып берсінші. Мысалы, халықтың билікке дейін сенімі жоқ. А билік халыққа сенем ма? Меніңше билікте халыққа сенілмейді. Онда қаяқтан сенім комиссиясы? Мүмкін онда түсіністік комиссиясы деп өзгертір. Түсіністікке келейік, екі жақ түсінбей Сенім комиссиясы. бір-бірімізді дейтін. Сенім болу үшін ең алдыменен қазірдің өзінде талаптар қойылып жатыр. Саяси қуғын-сүргінге ұшырағандардың бәрі түрмеден босатылсын. Арон Атабек бар, Макс Боқаев бар, кейінгі сотталғандар бар, жаза қылмыстық іс қозғалып кеткендер бар, әкімшілік жазамен айыпталғандар бар. Бәрін ақтасын. Және бәріне төлеттірген жаңағы әкімшілік жаза бар ғой, берген айыппұлдар. Соның бәрін қайтадан алып тастасын. Олардың жазығы жоқ, олардың қылмысы жоқ. Жазықсыз осы еркіндік үшін, өзінің азаматтық құқығын пайдаланғандығы үшін, конституциялық құқығын пайдаланғандығы үшін солар жазалады. Осылардың бәрін ақтап, орнына келтірсінші, сонда сенім болады. Сенім комиссиясын қазір мынадай жағдайда құрғалы отыр. Өздері ұрлық жасамалады да, енді ұрыға сенімгершілік дейді. Дауыс ұрылады ғой кеше. Топтап бюллетеньдер тастады. Өтіріктен сайлаудың қорытындысын жасады. А сонда кімге сеніміміз керек? Ұры билікке сеніміміз керек па? Назарбаевтан қалған әлде сол Назарбаевтың ықпалында отырған билікке? Халық бұндайға бара алмайды. Мысалы, бізді шақырса, Балтекең екеуміз, біз бірден бас тартамыз. Өйткені біз бұндай билікке сене алмаймыз. Алдымен сенетіндей іс-әрекет жасасын. Тым болмаса халықтың қойған 4-5 талабын орындасыншы. Ал оның ар жағында мұндай әрине бірлесіп жұмыс істеу керек. Ол үшін жұмыс тобын құрса да, не болмаса халықтан бірлестіктерден саяси партияларды сұрасын, жазбаша түрде. Қандай талаптарыңыз бар? Қойсын, соның жұмыс тобын құрсын. Қай заңға қандай өзгеріс енгізу керек? Парламентке ұсыныспен шығыңыздар, үкіметке шығыңыздар, қаралсын. Ал енді ол жиналып жақсы Тоқаевтың төңірегінде отырады. Тоқаев қанша ол сол жиналған жаңағы комиссия мүшелерімен бірге мәжіліс құрып уақытын өткізе алады. Талқыланатын мәселелерді. Ол болмайтын нәрсе. Сондықтан сенім болу үшін ең алдымен мемлекет басындағы адам өтірік айтпауы керек, өтірік айтқан адамға ешкім сенбейді. Ұрлық жасамауы керек, сөйлеген берген уәдесін орындауы керек. Тоқаев әділет болады, сөйтеді, бүйтеді деді. Қайсы әділет? Ешқандай әзірше әділеттілік орындалып жатқан жоқ. Керісінше қудалау, репрессия асқынып бара жатыр. Осындай жағдайда сенім комиссиясын құруға бола ма? Бұл да әрине мына сайлауды өткізуге жобасын жасасып қатысқандардың ойлап тапқан нәрсесі. Ол өмірді қолдануға бола ма, болмай ма? Халық қабылдай ма, қабылдамай ма? Оны ойлап, екшеп, санасып жатқан ешкім. Содан кейін мінекей билік таңертең кешке шейін айтады. Тоқаев та айтып жатыр, коррупциямен күресеміз, коррупцияны құртамыз дейді. Қалай құртады коррупцияны? Қалай күреседі? Ана білім министерствосында министрден бастап барлықтары коррупционер болған. Міне ақпаратты өздері жазып жатыр. Ол министр тағайындаған кім? Ол министр қайдан келді? Ол министр Африкадан келді ме? Оның коррупциямен шұғылданып жатқанын көрмеді ме? Көрді. Ештеңе деген жоқ. Бір аздаған уақыт өткеннен кейін, аздаған деу керек. Ол жерде білім министрлігінде кем дегенде 5 жыл жұмыс істеу керек. Содан кейін барып ауысу керек. Әйтпесе 1 жыл, 2 жыл істейді. Ана жерде коррупциямен шұғылданады, ақшаны ұрлайды, содан кейін кетеді, кейбіреулері құтылып кетеді. Кейбіреулері сол ұсақ түйектер абақтыға қамалады. Айран ішкен құтылады, шелек жағалаған тұтылады дейді. Сол тұтқын қалады. Сол кішкентай біреулерді. Коррупциямен олай күреспейді. Коррупциямен күресу үшін
сөз бостандығы болу керек. Сөз бостандығы деген ол ақпарат. Сол мына журналистер кірісетін болса, қоғам қайраткерлері кірісетін болса, сол кезде коррупция азаяды, мизерге жетеді. Мен мүлде жойып тастады деп отырғам жоқ. Ал енді біздегі коррупция деген енді ол ешқандай мемлекетпен салыстыруға болмайды ғой. Қай жерге барса тек ұрлаудан бастайды жұмысты. Қай ведомствода болса, сол ведомствода келеді де ұрлайды. Үйтіп қалай біз мемлекет